Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалайсыздар, қадірлі жақсылар. Мінекей біз Мұхтар Әуезов атындағы саябақтамыз. Азанмен келіп, осы жерде. Әдетте азанмен келетін, бүгін сағат сол 9-дарда келдім ғой деймін. Сонымен мына каналдан су тасып құйды көшеттерге. Қазір бітіп, қазір сағат 11:30 болып қалды. Қайтып бара жатырмын. Bir нәрсе көрсетейін деген, мынау осы көктемнен бастап бір 3-4 ай мына каналға су келмеді ғой жоға жақтан. Сонымен біз мына көшеттерге Мұрат деген досым бар, Бауыржан деген досым бар. Сол жан жақтан Мұхтары бар, жаңағы қалқаманнан бөшкемен су тасып әкеп құйып жүрдік мынаған көшеттерге. Бірақ ол кезде көшеттер енді ауыз тигендей болатын ғой судан. Сонымен Аллаға шүкір, міне бір айдай болып қалды. Міне каналға су берді. Аллаға шүкір, Аллах тағала сымақтан бұдақтар болсын. Сонымен келіп аптасына 2 рет су құйып жүрмін, Аллаға шүкір. Жақсы, егерде шаршамасам, әрқайсысын 2 шелектен деген сияқты су құйып жүрмін. Әйтпесе бір шелектен құйып кетем. Көрсетейін деген міне мынау. Мына жерде бұл орында мына алма ағашы болатын. Сол алма ағашын ана шөп шабатындар шауып тастады да мына жерін. Сонымен бұл ағаш ауырып қалды. Сонымен оның үстіне анау өзі ауырып өлейін деп тұрған құрғақшылық, жаңа судың жоқтығы. Бұл сонымен өліп қалды бұл ағаш. Құрғап кетті. Сонымен оның орнына дәннен өсірген, дәннен өзім егіп өсірген, Аллахтың қалауымен шыққан гранат анар бар ғой, анар жемісі. Соның көшетін әкеп отырғызды міне. Өз тәжірибемде бірінші рет дәннен өсірген жемісті өстіп жерге ектім кәдімгі. Алхамдулилlah, әзірге өсіп тұр. Енді білетін кісілердің айту бойынша бұны қыста жылылау керек, сол кезде өседі, жеміс береді деп жатыр. Дұға қылып қойыңыздар, иншалла. Анардың жемісін жей, анар жемісін. Мінекей құрғаған, сол кезде құрғаған ағаштар тағы да жасыл жапырақ шығарып, Аллахтың қалауымен өсіп өніп жатыр. Мінекей мына жақта да бар ондайлар. Мына алма ағашы да мына жердегі бұтақтары сияқты қурап кеткен еді. Сол қайтадан жанданып, Аллаға шүкір, міне Аллах тағала жан беріп, мынандай жаңа бұтақтар шығарып, бұл да өсіп жатыр. Мінекей мына ағашта қураған еді. Мына жағынан жапырақ шығарып, мінекей Аллаға шүкір, қайтадан өсіп жатыр. Алхамдулилlah, Аллаға шүкір. Мына қатар алмұрттар қатары, олардың ішінде де 1-2 қурап, бірақ Аллаға шүкір жапырақ шығарып жатыр. Ағы бір қызық, мінекей мына алма ағашы. Қазір енді тамыз ғой енді. Қараңыздаршы. Бұл негізі былтырлары бір гүлдеген, ерте гүлдеген болатын. Биыл ана судың болмағанына байланысты енді қанып су ішіп атқандықтан олар мүмкін анығын ала біледі. Гүлдеп жатыр ғой. Кәдімгідей көктемде, яғни көктем соңы жаздың басында гүлдеген сияқты гүлдеп жатыр. Мына жағына дейін гүлдеп жатыр ғой. Енді тиін тұстап үлгерер, бірақ енді Алла біледі анығын. Ол біздік бір айдан кейін күз түсіп бастайды ғой, иншалла. Ол кезде пісіп өлгермейме, енді Алла біледі. Күздік алмама. Аллах тағалаға шүкір ғой, міне. Су құйғаныңа рахмет дегендей гүл сыйлап жатыр да. Мына қарасаңшы, қандай әдемі. Аллах тағаланың құдіреті шексіз ғой. Алхамдулилlah. Мынау біздің Еркежан. Бұл да өсіп қалды, Аллаға шүкір. Негізгі бұтағын жаңағы шөп шапқыстар шауып тастап, сонымен өзі қосымша бұтақтан жанынан, мына жақ жанынан өсіп шыққан бұтақ еді ғой бұл. Негізгі бұтақ емес еді. Аллаға шүкір, бұл да Аллаға қуат беріп өсіп жатыр. Осылай мына жақта да бар отырғызған көшеттер. Жалпы ниеттеніп қаражат берген азаматтардың бәрінің көшеттері отырғызылды.
тамыр алды, Аллаға шүкір. Қурап, кейбіреулер әлсіз жер жаңағы ұстай алмағандары жатсынып. Қазір Аллаға шүкір жапырақ шығарып жатыр. Мінекей. Бұлай видео жарияламағалы біраз болған еді. Қол тимеді оның үстіне. Сіздерге киімсіз жалаңаш ағашты көрсеткім келмеді. Кішкене жапырағын шығарып, әдемі болып тұрғанда көрсеткім келді. Сондықтан қазір жариялап жатырмын. Бұл да әлі басы, иншалла, әлі бұлар жапырақ жайып жайқалады, иншалла. Әлі тала видеолар көрсетемін. Сондықтан келесі көктемге ойларыңызға жазып қойыңыздар. Жағы қойын дәптерлеріңізге. Келесі көктемде де иншалла көшет егіп бастаймыз. Соған қаражаттарыңызды дайындап жүріңіздер. Жалпы ниеттеніп. Мына жақта да біздің көшеттер бар. Әйтеуір мүмкіндік болған бос жерге отырғыздық қой көшеттерді. Мына жерде алма ағашы. Бұл алма ағашы қиындау. Ұстап тұр, бірақ сонда да бір қиындау тұр. Мына алма ағашы бітті жерге. Алхамдулилла. Жаңа жапырақтар шығарып, кәдімгідей жайқалып өсіп келе жатыр. Мынау өзі ауылдан әкеп отырғызған. Мынау ұсақ қара өрік дейді ғой, соның ұсағы әдемі тоса бар екен шығар, бұдан тосап өсіп келе жатыр. Алхамдулилла. Міне мына бұл да сол. Мынау да сол. Берді инелік жүгі, мен де түсіш видеоға, мен де түсіш деп. Ал, түсе ғой, ал. Не деген қалай түсуді біледі позарды. Қалай түсуді біледі, қай ракурстан түсірсе, бұлай да түсірсе болады, бұлай да түсірсе болады. Әдемі ғой, қарасаңыз, шалақтың жағы. Мен түсірсін, мен мына жерге тұра қалайын дегендей тұра қалып жатыр ғой мына жерге. Енді менікі iPhone емес енді. Nalgeo White сияқты, National Geographic сияқты дәу крупный мен көрсететін. Біздік әйтеуір Аллаға шүкір. Xiaomi Mi A дейін ғой. Талапшыл көрермендерге айтып атқаным ғой, айтпаса Аллаға шүкір. Осылай мына жерде су жоқ. Қурап кеткен ағаштарды отап жатыр, кесіп жатыр. Енді қураған ағаш болды ғой, бітті, оны кесті енді. Оның орнына Алла жазса, біз мынандай жеміс ағашын отырғызып, жалпы Мұхтар Әуезов саябағын, алма бағы, алмұрт бағы, жалпы бау-бақша қыламыз деген ниеттемін иншалла. Бірінші Аллахтың қолдауымен, сіздердің садақаларыңызбен иншалла. Алла разы болсын баршаңыздан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Көшеттерден басқаша болып, ерекше болып, жасыл болып тұрған. Бұл деген дәннен өсіп шығарған. Өзім анардың дәнінен өсіріп шығарған көшет қой. Анардың көшеті, анар, гранат. Алда жазса, иншалла. Ұстап кетсе. Кеше ектім бұны. Мінекі. Кеше. Дүйсенбі күні. Мынау алманың көшеті. Бұл мына каналға су болмады. 3 ай ма сондай шамамен. Сөйтіп біз қалқаманнан су тасыдық қой. Аптасына бір рет Хайлукспен бөшкеге. Бірақ ол бұғыларға жетпеді бәріне құюға. Сонымен жаңбырдан кейінгі қатты қызулы күн бұны күйдіріп жүрді. Құрғатып. Сонда да қазір каналға су келіп, су құйып жатырмыз. Мінеке Аллаға шүкір. Астыңғы жағынан кәдімгідей. Мінеке өсіп келе жатыр Аллаға шүкір. Жаңа өскін өсіп келе жатыр. Мұнасы мұжар жақта да сондай өсіп келе жатыр. Аллаға шүкір. Аллах тағала істеген амалдар зая кетірмейді. Құранда Аллах тағала айтады ғой. Шын мәнінде Аллах тағала істеген амалдар зая кетірмейді дейді. Амал айту керек. Мынау дәннен өсіп шығарған жүзімдерім ғой. Соларды алып кеп саябаққа егіп қойдым. Міне жүзімдер.
Алла жазса бұл өсіп ұзын болып өседі да иншалла. Сосын мына жақтан салбырап тұрады ғой, мына жерденші. Осылай салбырап тұрады. Одан да өсіп бара жатса, былай қарай ілетін не жасаймыз иншалла. Жүзім, жүзім, жүзім.